Абай Құнанбайұлы сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішіне қулық сақтап. Өзіңе сен өзіңді алып шығар, ақылың мен еңбегің екі жақтап. Бет бергенде шырайың сондай жақсы, қайдан ғана бұзылды сарша сыртың. Оқпайсың ғой өз сөзіңнен басқа сөзді, аузымен орақ орған өңкей қыртың. Құнанбаев өлсе өлер табиғат адам өлмес. Өлсе өлер табиғат адам өлмес. Ол бірақ қайтып келіп ойнап күлмес. Менімен менікінің айырылғанын өлді деп ат қойыпты өңкей білмес. Адамдарды еңбек етуге үйретіп, білім беру керек. Алайда осының барлығы адам бойындағы жаман қасиеттерден арылуға көмектесе алмайды. Абай атамыз адам бойындағы жаман қасиеттерден арылу үшін өзінің даналық сөздерін бізге жол көрсетер бағдар ретінде өсиет етіп қалдырған еді. Әрбір жамандықтың жағасында тұрып, адамның адамдығын бұзатын жамандықтан бойын жимақтық бұл адамға нұр болады. Әрбір жалқау кісі қорқақ, қайратсыз тартады. Әрбір қайратсыз адам ақылсыз болады. Абай Құнанбайұлы 31-ші қара сөз. Естіген нәрсені ұмытпастыққа 4 түрлі себеп бар. Әуелі көкірегі байлаулы берік болмақ керек. Екінші, бір нәрсені естігенде, я көргенде ғибратлану керек. Көңілденіп, тұшынып, ынтамен оқу керек. Үшінші, сол нәрсені бірнеше уақыт ішінен қайтарып ойланып, көңілге бекіту керек. Төртінші, ой кеселі нәрселерден қашық болу керек. Егер кез болып қалса, салынбау керек. Ой кеселдері уайымсыз салғырттық, ойыншы күлкішілдік, я бір қайғыға салыну, я бір нәрсеге құмарлық пайда болу секілді. Осы 4 нәрсе күллі ақыл мен ғалымды тоздыратұғын нәрселер. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, жоқ барды ертегіні термек үшін. Көкірегі сезімді, тіл орамды жаздым үлгі жастарға бермек үшін. Бұл сөзді тасырық бастылап тұғар, көңілінің көзі ашық сергек үшін. Жер жүзінде 2 миллионнан көп артық адам бар. 2 миллиондай қазақ бар. Біздің қазақтың достығы, дұшпандығы, мақтаны мен мақтылығы, мал іздеуі, өнер іздеуі, жұрт тануы ешбір халыққа ұқсамайды. Бірімізді біріміз аңдып, жаулап, ұрлап кірпі қақтырмай отырғанымыз. 3 миллионнан халқы артық дүниеде бір қалада бар. Дүниенің бас аяғын 3 айналып көрген кісі толып жатыр. Өйстіп, жер жүзіндегі жұрттың қоры болып, бәріміз бірімізді аңдып өтеміз бе? Жоқ. Қазақ ортасында да ұрлық, өтірік, өсек, қастық қылып өнерді малды түзден, бөтен жақтан түзу жолмен іздеп, өрістерлік күн болар мекен. Әй, не болсын. 100 қараға 200 кісі сұғын қадап жүр ғой. Бірін-бірі құртпай, құрмай, тыныш табама. Қалың елім, қазағым қайран жұртым, ұстарасыз аузыңа түсті мұртың, жақсы менен жаманды айырмадың, бірі қан, бірі май боп енде көрдің.